Ұстаз кішкентай қызы өлем деп қорқытады. Соған не дейсіз? Қазір солай жастардың көбі субъектілерінде сондай айтылатын сөздері бар. Олардың ойлық дәрежесі сол үшін оның кішкене жүрегіне иман ұстаз, бір кішкене дұрыс айтатын ұстаздар тыңдатып сөйтіңіздер. Мектептегі психологтар бар бір бағытта. Жеке психологтарға барғаныңыз жақсырақ деп айтамын. Тіркемейтін. Әйтпесе тіркеп қойып суицидальный адам деп ертең отбасыңызға сәл кемістік тигізіп жүрмесін, сондықтан қарап көріңіз дейді. Күйеуім сараң, әр нәрсеге жадный болады дейді. Енді сенің күйеуің ғой жаным. Мен оған добрый бол деп айтамаймын, енді ақ көңіл бол деп. Мүмкін саған жинап жүрген шығар, бір Елен Ваген әперейін деп жүрген шығар, брабус екен. Енді не қыласың оны, жамандағанда не пайда? Басқа күйеу саған бермейміз. Жоқ, ойлықста іздегенбіз. Жоқ, бәрі үйленіп алған. Ондай жоқ. Сондықтан барымен бағалап сен жақсы өмір сүр. Оны жамандағаннан жан шықпайды жаным. Мақтағаннан май шықпайды. Сондықтан несін айтасың оны жаным. Үйлендің, қосылып құлай сана берсін, ақыл берсін. Шын айттыңыз, қазір ақша маңызды енді. Шындықты айтамыз да. Ұстаз, баланың тұсауын кесу маңызды ма? Мәселе тұсауын емес, мәселе дұғасында. Сол үлкендер дұға қылып, балаңызға күнде дұға қылсын. Кезінде әкесі жоқ, шешесі жоқ қалған балаға дұға қыла беріп, қазір сәлем бермейді. Қолын ұстасаң, қолын ұстатқызбайды қазір. Аспанға ұшып кеткен, атын айтсам бүкіл Қазақстан таниды. Бізбен менімен қатарлас жігіт, бірге оқығанбыз, жақсы танимын. Қазір сәлем берсең, сәлемің алмайды қазір. Мұрын кетіп қалған космосқа. Соны мен жақсы білем, апасы апарып бүйтіп бата қылыңызшы деп аталарымызға бата алдыра беретін. Кім көрінгенге. Мына балама бата қойыңызшы, Құдай берем десе берер екен да. Сол үшін айтқан, үлкеннен бота алма, бата ал, ботасы өліп қалса да, батадан бағың жанат жаным деген. Бата алыңыздар, жүрген жерде қызмет жасаңыздар. Ата-ананың батасын алу тұсау кесудегі түпкі мағына соға кеп тіреледі. Және тәрбие. Келіндер сәлем беруге бола ма? Сәлем беру керек. Бала өздігінен туылып сүндеттелген, бірақ кеше түнде ашуы қызарып кеткен, скорый шақырғанда періштелер піштірді дейді. Оған не айтасыз? Қалай түсінуге болады дейді. Былай ғой, хирург періштелер жоқ. Хирург періште, содан кейін барып, стоматолог, басқа періштелер болмайды алтыным. Бұл кішкене елдердің сәл ойындарынан шығалған бір енді армани қияли нәрселер. Айтқан болар едім, баланың біз өзі мынау сказкаға сеніп өстік қой өзі. Дед Морозға сеніп өстік 30 жыл бойы. Сөйтсек физкультураның мұғалімі екен ол. Сондықтан жаным, өзінен өзі чудо болмайды. Осыны түсініңіздер. Ең дұрысы баланы қазір 21 ғасыр хирург деген бар, оташы. Сол мына жерде біраз хирург отыр, сүндеттеп беретіндер. Соларға апарыңыз, көрсетіңіз. Ол жерде кішкене баланың үрпісінде инфекция жиналып қалады. Сол инфекция жиналғаннан кейін ол үсіп, қайырылып, ауырып, тартылып қалады. Болды, басқа үйде ештеңе жоқ. Кейбіреудің тартылғанда нервы мына жерде ауызға сияқ қалған сияқты, кішкене тартылып қалатын жерлер болады. Ештеңе етпейді. Сондықтан оны хирургқа апарасыз, хирург өзі тартып, жөндейді. Біздің Құдайға шүкір, Қазақстан медицинасына жалпылама көңіліміз толады. Сондықтан жақсы детский хирургтарға апарсаңыздар, оташтар көріп шығады. Ұстаз, қалайсыз? Сіздің арқаңызда адам жұмаға барды. Аллаға шүкір, енді сені жұмабай қылдық. Енді бұрын айтпай болған шығарсың, айтта ғана баратын, иә? Енді жұмабай болдың, жұмаға кіргізді екен сен. Содан кейін енді анау күшті молдалар тыңдайсың, мені өтіп тұрып, анау бір қатты ұрсатын имамдар бар бізде, қатты айтты, солар тыңдап, Құдай қаласа 5 уақыт намазға жығыласың жаным. Біз бірінші дәніңді салдық сенің жүрегіне. Негізі дәнің бар еді. Соған mesela су құйдым, соған өсіп шықты, міне жұмалық шықтың жаным. Алла береке берсін. Әйелім мені кейде ұрсады. Соған бір ауыз сөз айтыңызшы, жазып алайын дейді. Дұрыс, әйелдің анда-санда ұрсып тұрған жақсы болады жаным. Сауап болады, кішкене жеңілдеп қаласың. Әйелді санда тыңдап тұру керек. Ол жақсы нәрсе. Бизнесті қандай ниетпен бастаған дұрыс? Елге көмек берем. Байсам осыдан, я Алла, елге жақсылық қылам, мешіт салам, мектеп салам, медресе салам, жол салам, жетімдерді бағам, үйленбегендерді үйлендірем, қарызы көптердің қарызын жабам. Тағы не? Әйтеуір не керек? Жақсылықты мақсат қой. Я Алла, маған осыны берсең, мен осыны жасайым десең, Алла береді. Ассаламу алейкум, 5 уақыт намаз оқимын. Прокурор, адвокат болып іштесе болу дейді. Болмаған емнеге болмасын. Болыш керек та. Прокурор болыш керек. Андан кейін сен жақсы прокурор боласың. Мені қуатасың, дамылаларды қуатасың, взятка албайсың сен. Соның әлі прокурор боласың. Адвокат болса, мұсылмандарды қорғойсың. Жақсы болмақ. Бол. Бізде ошондай болыш керек, прокурор, адал болыш керек.
Андан кейін адвокат болсаң, ошондой окуп болушуң керек да, бардыгы сага келишибиз керек. Мына биздин адвокат деп ошондой болуш керек. Тиги Америкада жүрө турган бар го, ошо Россиядагы адвокаттарчы, ошондой болуш керек да. Күнәлар неше жастан бастап саналады? Бала деген периште дейді ғой. Бірінші келуінен басталады, бойжетуі және ұл баланың бірінші денесінен жаңағы өзінің сүйіктігі бөлінгеннен басталады. Полюция дей ма? Ер кісінде әйел адам алдында міндеттері, ер кісінің әйел адам алдында міндеттері. Осы жер аккаунтта видео бар, жаным, көріп шығыңыз. Намаз оқуға болам оранбай. Орану бөлек парыз, намаз оқу бөлек парыз. Қарыз алған адам қайтыс болып кетті, оны кештім, қабыл болады ма дейді. Кештіңіз, қабыл болады. Дұрыс, Алла разы болсын. Аға, әкем 83-те, анама тыныштық бермейді, анамыз бізден көмек сұрайды, қандай көмек береміз дейді. Қандай жағынан тыныштық бермейді? Қандай жағынан тыныштық бермейді? Ұрама, 83-ке келген әкең. Енді 83 жыл шыдаған анаң білмеймін, енді ар жағынан не қалды өзі? Кішкене шыдасын енді, ар жағы өзі шалбыр жағына шығатын шығар. Ар жағында явно 20 жыл жоқ енді, Құдай біледі. 25 жыл. Каше емес шығар, каше бесбетін емес шығар, барады да бір жеріне, тоқтайды. Сол әкеңе де зар боласың. Сол әкеге де жете алмайсың жаным. Сондықтан мен айтқан болар едім, сол екеуінің ортасына кірмеңіз деп айтқан болар едім сізге. Олар өздері шешеді ортасын. Бала ата-анасына жақсылық жасап, қызметін жасағаннан артық нәрсе жоқ деп айтқан едім. Егер ұрып соғып жатса, онда әлбетте адам қою керек. Мүмкін атаңыз тоқал алғысы келіп жүрген шығар. Есті хат жабасаңызшы. Көріңіз. Әке сіздікі ғой, сөйлесу керек. Неге тыныштық болды? Білмеймін ғой жаным. Аға, жақында анам өмірден озды. Ол кісі намаз оқымаған еді. Енді анам арғы дүниеде намаз оқығандай дәрежеде жүру үшін мен қандай амалдар жасасам болады? Өзім намаз оқимын, тамашасын. Алла разы болсын, Динара. Күйеуіңіз бар шығар. Күйеуіңіздің алтын әйелі болыңыз. Күйеудің ризалығына жетіңіз. Күйеуіңіз және күйеуіңіздің туысқандары осындай қызды тәрбиелеп берген Құдағиға рахмет деген сөз естісейтін, құлағыңызға жететін болсын. Алла жеткізеді соны. Әрдайым дұғада болыңыз. 5 уақыт намаз оқисыз. 5 уақыт намазда Раббана ғафирли, я Алла мені кешір. Вали дайя, әке шешемді кешір деген сөз айтасыз. Соңғы сәлем алдында. Демек сіз анаңызға күніне 5 рет дұға қылып жатсың деген сөз. Бұдан